Қайырлы күн, мен де Жұлдыз болам YouTube арнасында жаңа сұхбат. Бүгін бізде қонақта жас өнерпаз Гүлім Бірсанова. Гүлім, қош келдің, қалың қалай? Жақсы. Гүлім, осы бізді YouTube арнасынан көретін көрермендерге қысқаша өзін таныстырып өтсең. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бірсанова Гүлім Қуанышқызы. Мен Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында туылғанмын. Қазір уақытта Алматы облысы Іле ауданы Екпін ауылында тұрамын және 9 жас сыныбында оқимын. Қандай мектепте оқисың? Номер 2 орта мектеп. Номер 2 орта мектеп. Гүлім, сен жалпы домбыра үйірмесіне қатысасың, е? Қанша жасынан бастап қатысасың? 11 жасымда. 11 жасынан, қазір жасың нешеде? Қазір 15-тен. 15-те, 4 жыл болды, е? Осы домбырадан сабақ беретін ұстаздарың кімдер? Нұрбекова Гүлайым Орынбаева. Гүлайым апайдан сабақ аласың, е? Осы домбыра үйірмесіне қатысасыңдар және сіздердің тәжірибелеріңізді ары қарай дамыту үшін байқауларға апарады. Осы кезге дейін қанша байқауға қатыстың, қандай орындар алдың? Олар өте көп. Көбісінде бас жүлде, бірінші орын, екінші орын. Негізгі есіңде қалған байқаулар бұл? Мен де Жұлдыз боламын, Ақ көгершін және Түркістанға барған байқау. Түркістанға бардың, е? Жеке өнер көрсетесің бе, ансамбльмен өнер көрсетесің бе? Ансамбльмен. Мұрагер ансамблі, е? Осы домбырадан жалпы қанша шығарма білесің жеке өзің? 10-нан астам. 10-нан астам. Қандай шығармалар, күйлер? Атап екеуін айтып өтсең. Әлқиса, Ата толғауы, Құс қайтару, Ерке сылқым, Шашу киім білемін. Сосын тағы да басқалар. Домбырадан ең алғаш үйренген шығармаң есіңде ме? Қосалқа күйі. Қосалқа күйін үйрендіңдер, е? 11 жасында. Керемет. Енді Гүлім, байқау болғаннан кейде жеңесің, кейде жеңілесің. Көңілің қалған байқаулар болды ма? Жалпы байқаудан орын алмай қалған кезде өзіңе қандай ой түйесің? Өзімді ары қарай шыңдау керек және дамыту керек. Байқаудан шыққаннан кейін жыламайсың? Жыламаймын. Керемет. Сондай болу керек. Гүлім, жалпы өнерде және өмірде кімдерді үлгі тұтасың? Мен өнерде ұлы тұлғаларды үлгі тұтамын. Олар Дина Нұрпейісова, Сәкен Тұрысбеков. Ал өмірде? Өмірде Нұрбекова Гүлайым Орынбаевнан және вокалдан беретін Маймұрат ағай. Сен және вокалдан сабақ аласың ба? Ән айтасың, е? Дәстүрлі, эстрадалған? Дәстүрлі. Дәстүрлі, е? Гүлім, жалпы болашақта қандай мамандық иесі боласың? Музыка пәні мұғалімі. Музыка пәні. Өнер академиясына келесің, е? Мұғалім боласың. Әнші болмайсың ба? Мұғалім боласың. Мұғалім боласың, керемет. Енді жалпы үлкен мамандық иесі болу үшін көп іздену керек, көп оқу керек. Жалпы кітап оқып тұрасың ба? Кітап оқимын. Қандай кітаптар? Қазақи кітаптарды көп оқимын, тарихи. Тарихи. Соңғы оқыған кітабың есіңде ме? Еңлік кебек поэма. Керемет. Енді Гүлім, бізге бір қонаққа ретінде бір шығарма орындап берсең. Қандай шығарма? Құс қайтару киім. Керемет, көп рахмет. Енді Гүлім, жалпы актриса болғың келе ме? Актриса болғым келеді. Жалпы саған қандай образдар жақын? Тарихи кинолардағы образдар. Тарихи кинолардағы образдар. Қазақтың қызын ойнағың келеді. Керемет. Жақында біз осы
телехикая түсіретін боламыз. Сол кезде сені шақырамыз міндетті түрде. Мүмкін өзіңе бір жақын образда сомдап көретін шығарсың. Бүгін бізге сұхбат беруге келгеніңе көп рахмет. Болашақта үлкен мамандық иесі бол. Біріншіден ата-анаңның, одан кейін ұстаздардың үмітін ақтар. Өзіңді көріп отырған көрермендерге тілегім осы. Сіздерге тілерім тек қана сәттілік және еліміз мақтанатындай ұбт-ға болыңыздар. Көп рахмет. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.